Математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы монеталар мен төлеу. Бұл сабақта сен төлем жасау үшін монеталарды қалай ұсақтау керек екенін үйренесің. Балалар, біз өткен сабақта ірі монетаны ұсағырақ монеталарға ұсақтай алатынымызды үйрендік. Монеталарды ұсақтап, біз тауар сатып алғанда тура төлем жасай аламыз. Мысалы, 2 теңгелік бір монетаны 1 теңгелік 2 монетаға ұсақтауға болады екен. Бұны бір тәсілмен ғана жасай аламыз. Ал 5 теңгені балалар 3 түрлі тәсілмен ұсақтауға болады екен. Яғни 5 теңгелік монетаны біз 1 теңгелік 5 монетаға ұсақтай алады екенбіз. Немесе 2 теңгелік 2 монета мен 1 теңгелік 2 монетаға ұсақтай алады екенбіз. Үшінші тәсілі 1 теңгелік 3 монета менен 2 теңгелік 1 монетаға ұсақтай алады екенбіз. Енді балалар, мына суретке қарайық. Майраның 10 теңгелік 3 монетасы бар екен. Ол 26 теңгеге шоколад сатып алу керек. Енді балалар, ол монеталарын қалай ұсақтайды? Соның тәсілдерін қарастырайық. Майра 2 10 теңгелік монетасын алып қояды. Яғни 2 10 теңгелік монетамыз 20 теңге болады. Енді бізге 6 теңге алу керек. 6 теңгені тура төлем жасау үшін ол 10 теңгелік монетаны ұсақтайды. 10 теңгелік монетаны 3 тәсілмен ұсақтауға болады екен балалар. 1 теңгеліктерден ұсақтасақ, 1 теңгеліктерден 10 монетамыз 10 теңге болады екен. Немесе 2 теңгеліктермен де ұсақтауға болады екен. 2 теңгеліктерменен 5 монетамыз 10 теңге болады екен. Немесе жаңағы араластырып 1 5 теңгелік монета, 2 2 теңгелік монета және 1 1 теңгелік монетамен де ұсақтауға болады екен. Сонда 26 теңгені алу үшін ол 2 10 теңгелік монета және 3 2 теңгелік монетаны алса болады. Немесе 6 1 теңгелік монетаны алса болады. Немесе 5 5 теңгелік монета менен 1 1 теңгелік монетаны алса болады екен. Енді мына тапсырмаға қарайық. Санжардың 20 теңгелік монета мен 40 теңге ақшасы бар. Ол дүкеннен оқу құралдарын сатып алмақшы. Бұларға ақшаны тура төлеу үшін Санжар ақшасын қалай ұсақтауы керек? Оның балалар 20 теңгеліктен 2 монетасы, яғни 40 теңгесі бар екен. Енді біз оқу құралдарының барлық сомасын шығарып алуымыз керек. Өшіргіш 10 теңге, жай қарындаш 5 теңге, түсті қарындаш 15 теңге. Үшеуін қосамыз. 10 теңгеге 5 теңгені және 15 теңгені қоссақ бізде барлық сомасы 30 теңге болады. Енді 30 теңгені шығарып алу үшін, тура төлем жасау үшін Санжар 1,20 теңгесін қойып қояды да 1,20 теңгені ұсақтайды. Мысалы, мұнда 2 тәсілі көрсетілген. 20 теңгені 10 теңгеліктерден 2 монетаға ұсақтаса болады. Немесе 20 теңгені 5 теңгелік 2 монета мен 1 10 теңгелік монетаға да ұсақтаса болады. Сонда Санжар 30 теңгені тура төлем жасай алады. Яғни 20 теңгемен 10 теңгені алу мүмкін. Немесе 20 теңгемен 2 5 теңгелік монетаны алу мүмкін. Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтың 86-87 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 83-84 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Іске сәт балалар.